Адам ата менен Хауа ана жер бетіне жіберер кезінде Ұлы Алла Тағаламыз оларға ескертіп, некелерің қиылмай қосылмаңлар дейді. Адам ата менен Хауа ана мақұл деп уәде береді. Бірақ ол заманда да Иблис болған екен. Иблис Адам ата менен Хауа ананы өз жолына аздыруға тырысып атырған кезінде Ұлы Алла Тағаламыз көріп қалып, Жабраилға: Адам ата менен Хауа ананың аяғын тұсаула, жерге табаны тигеннен соң тұсауларын кес. Иблистің жолынан аздыруына еріп, тур жолдан таймасын дейді. Жабраил олардың аяқларын көк шөппенен байлайды. Жерге түскеннен соң тұсауларын кеседі, некелерін қияды. Тұсау кесер уақытында Адам ата менен Хауа ананың арасы 7 қадам